Сәлем достар, барлықтарыңызға бүгін сіздермен бірге қазақтың өте керемет, дәмді әрі дәмі тіл үйіретін әсіптің рецептісін ұсынайын деп жатырмын. Дәл біз жасағандай етіп жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Әсіпті ұнатпайтын адам жоқ шығар. Әсіпті жүректен, бауырдан, өкпеден жасайды. Біз де бүгін дәл солай өкпеден және де жүректен жасаған болатынбыз. Ең алдымен осылай өкпемізді алып, қажетсіз бөліктердің барлығын алып тастайтын боламыз. Қазіргі таңда әсіпті көп жасай бермейді. Оның орнына магазиндерде сатылатын дайын шұжық, яғни колбасаларды жиі қолданып жатамыз. Осылай өзіміз үйде әсіпті қолдан жасасақ, балаларымыз міндетті түрде сүйіп жейтіні анық. Бала кезімізде анам және де әжем өте жиі жасап беруші еді. Міндетті түрде ет асқан кезде, яғни бешбармақ жасаған кезде әсіпті жиі қолданатынбыз. Жүректің, өкпенің қажетсіз бөліктерін алып тастап, ыдысымызға суды құйып, оның үстіне еттерімізді салып, газге қайнатуға жібердік. Еттеріміз қайнаған соң, осылай бетінде кішкене көпіріктер пайда болады, яғни көбіктер, оны міндетті түрде алып тастаймыз. Ұзақ қайнату қажет емес, кішкене ғана қайнатып алсаңыздар жеткілікті. Міне біздің еттерімізде қайнап болды, оны сүзіп аламыз да осылай майда етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Себебі қазір келесі жұмысқа оңай болу үшін. Туралған еттеріміздің барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Өкпе мен жүректен жасалған әсіптің дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Одан да дәмдірек болу үшін осылай құрамына пиязды және сәбізді, болгар бұрышын қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Бұл жерде бір кеседе күрішімді алып, ыстық суға салып қойған болатынмын. Барлық құрамына керекті көкөністердің барлығын турап дайындап алдым. Енді оның барлығын бір-бірлеп ертартқышқа салып өткізіп алатын боламыз. Мендегі жұмыс жасау процесі осылай болып жатыр. Барлығын еттартқыштан өткізіп жатырмын. Содан соң осылай ішектеріміздің барлығын жылы сумен тазалап, арасында ештеңе қалмау керек, жуып тазалап алатын боламыз. Барлық құрамына керекті заттардың барлығын еттартқыштан өткізіп алдым. Енді оның үстінен дәмін келтіретін заттарды, тұзымды, бұрышымды жақсылап тұрып салып алдым. Тұзбен және де бұрышты көзбен шамалап салып алатын боласыздар. Одан соң дайын болған күрішімізді де осылайынан салып аламыз. Міне біздің салмамыз да дайын болып қалды. Енді қолымызбен жақсылап тұрып барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Әсіпті әсіп атауынан басқа оның шыжбыж дегенде атауы бар екен. Дәл мұндай атауды мен өзімнің әжемнен естіген болатынмын. Міне менің салмам да дайын болып қалды. Енді оның үстінен мұздай да емес, ыстық та емес, орташа жылы суымызды құйып аламыз. Бірінші бір кеседе жылы суымызды құйып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Артынша тағы да 2-3 кеседе суды құятын боламыз. Негізі әсіптің салмасы осылай кішкене сулау болғаны дұрыс, себебі ішекке жақсы құйылатын болады. Міне менің сулы салмамда дайын болды. Енді ішекке салу процесін бастайтын боламыз. Ең бірінші ішектерді осылай жақсылап тұрып жіппен байлап алатын боламыз. Жақсылап байлауын қадағалаңыздар, себебі қазір салмасын салған кезде ашылып кетпеуі керек. Үйлеріңізде осылай баклажка болатын болса, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп алсаңыздар болады. Сол кезде осылай жаңағы салманың құйылуы өте оңай болады. Видеода барлығы анық көрсетілген деп ойлаймын. Дәл осылай салмамызды салып, вилканың көмегімен шұқып ішегімізге қарай салып алатын боламыз. Егер де салмасындағы су азырақ болып қалса, сіздерге жаңағы баклажкадан өте қиындау болады. Сондықтан да кішкене сулау болғаны дұрыс. Жүректен әсіпті жасағанда жүректі кескен кезде, оның арасынан қан шыққан кезде оны қосып жасайды екен. Сол кезде оның дәмі басқаша болады екен. Сондықтан да оны бал әсіп деп айтады екен. Міне біздің әсіптеріміз де дайын болып қалды. Осылай болып шықты. Көбірек етіп жасап қойған болатынбыз. Пісіріп морозилкаға салып, жаңағыдай ет асқан кезде жесеңіздер өте керемет болып шығады. Қазанымызға әсіптерімізді салып қайнатуға жіберетін боламыз. Арасы жақсы пісу үшін осылай иненің көмегімен шұқып алатын боласыздар. Суымыз қайнағаннан соң осылай азырақ үстінен тұзымызды сеуіп аламыз. Керемет болып майы шығып қайнап жатыр ғой. 1-1,5 сағатта етіп әсіптердің барлығын қайнатып алдық. Міне біздің әсіпіміз де дайын болды. Бұл жерде әсіпті суытқан болатынбыз. Енді қазір сіздерге кесіп көрсететін боламыз.
әсіптің түрін қарасаңыздаршы, қандай аппетитный болып тұр, иә. Міндетті түрде дәл осы біздің рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер достар, өте қарапайым әрі оңай жасалатын әсіптің рецептісін ұсынған болатынмын. Өте витаминге толы, құнарлы дәл осы әсіптің рецептісін жасап көруді ұмытпаңыздар. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет.